Әке дүниеден өткенде тас түскен жеріне ауыр демей ме? Ауылда айрандай үйіп отырған бір шаңырақтың әкесі қайтыс болып, артында әйелі мен 4 ұлы қалады. Аспан айналып жерге түскендей, биік шынар ағаш құлағандай болып, бір қаза бір жанұяны қатты есеңгіретіп тастады. 4 ұлдың үлкен естияр болатын. Мынау қаза оны тіпті есейтіп, ақыл тоқтатқызып жіберді. Кітап оқуды, өнер іздеуді жақсы көретін, қалаға барамын, оқимын, білім қуамын деген армандары бар. Бірақ жалғыз шешесі мен 3 бауырын ойлап, балалық армандарынан бас кешіп, әке артында қалған 10 шақты қойдың басын құрап, ауылда қалды. Ауылда қандай қара жұмыс болса, соның басында балалардың ағасы жүреді. Ендігі бір тілегі артынан ерген бауырларын қатардан қалдырмай жетілдіру, оқытып-тоқыту, уақыт деген зулап өте береді емес пе? Осылай жүргенде табаны күректей 20 жыл өтіп кетті. Енді ағаның шаштарына да ақ кіре бастапты. Інілерім ешкімнен кем қылмай өсірем деп жүргенде өзі де бір жақты болып қалғанын байқаған да жоқ сірә. Адам өзінен бұрын өзгенің жайын ойлағандай осылай болады екен. Тек әйел ғана анда-санда ауылдағы өмірге наразылығын білдіріп қояды. Сөйтіп жүргенде жалғыз аналарын да мәңгілік сапарға аттандырды. Оның артынан да үңірейген орын ғана қалды. Бір күні қаладағы інілері мен келіндері аға жеңгесін зиярат жасап келеді екен деген хабар жеткенде ағаның әйелі қатты оталып кетті. Ішін кернеп бара жатқан қандай сезім екені белгісіз, әйтеуір тым ауыр сөздер айтып кетті. Отағасы інілерім деп 20 жыл бойы ауылда отырдық. Сен екеуміз не қызық көрдік осы. Еш болмаса аяғыңды артып жүретін жаман көлікте алған жоқпыз. Баспанамыз болса мынау келе жатыр әне туысқандарың. Еш болмаса бірнеше күн бұрын хабар айтса қайтеді. Дәл тақап қалғанда не деп келді? Олар сені екеумізді сынау үшін келе жатыр. Үйде олардың алдына қоятын жөні түзу тәттімізде жоқ. Талай рет айттым ғой саған, қалаға көшейік деп. Есі дұрыс елдің бәрі қалада неше түрлі қызық көріп жүргенде біз отырмыз қу далаға байланып. Осы ма сонда өмір деген? Әй қатын, тоқташы сөзіңді. Осыдан 20 жыл бұрын әкем дүниеден қайтқанда оның артынан қара тұман қалғанын білесің ғой. Сол қара тұманның барар жері басар тауымыз болмай біз қалдық. Жалғыз шешем мен туған бауырларым үшін жалған өмірімді құрбандыққа шалмасам, олардың бүгінгі күйі не болар еді? Қорықпа, осы өмірмен бәрі бітіп қалмайды ғой. Құдайдың бізге арнап қойған сыйы бар шығар. Осы кезде інілер мен келіндер де кіріп келді. Арқа-жарқа амандасып, құшақтасып дастархан айналасына жайғасты. Қараса қонақтар құр қол келмеген. Бір сәтте дастарханның үсті жайнап шыға келді. Бұйырған шайды ішіп болған соң үлкен інісі сөз бастады. Айналайын жан ағам, менің алтын жеңешем, сіздер біз үшін қалаға көшпей осы ауылды қалып қойдыңыздар. Өздеріңіз ішпей бізге ішкіздіңіздер. Өздеріңіз жемей бар тәттіні бізге жегіздіңіздер. Мен отырған үшеумізде оқытып, білім әперіп, аяққа тұрғыздыңыздар. Сол үшін сіздерге басымызды иіп рахмет айтамыз. Бүкіл өмірлеріңіз біз үшін сарап еттіңіздер. Менің енді сіздерге арнаған азғандай сыйым бар еді. Соны қабыл етесіздер ме? Қаланың ортасынан 4 бөлмелі үй алып, бүгін ғана соның құжаттарын ағамның атына аударып келіп отырмын. Міне соның кілті.
Осы сөздер айтылып жатқанда ағаның көзіндегі жас тігінен емес, бүкіл көзі шайып көлденең ағып жатты. Жеңгесі де кемсеңдеп отыр екен. Сол кезде екінші інісі сөз алып: «Алтын ағатайым мен де сізге жақсы бір көлік аламын деп ақша жинап едім. Мына кіші ініңіз сізге арнап көлік алып қойғанын бүгін біліп отырмын. Сол жинаған ақшамның өзін әкеліп едім. Аз да болса көп те етіп қабыл етіңіздер. Сіздерге шын ықыласыммен алғысымды білдіремін». Осы кезде кіші інісі өзінен кейінгі ағасына ренжігендей болып: «Ағатай, менің сыйымды айтып қойдыңыз. Қызық болмай қалды ғой енді», деді ағынан жарылып. Осы кезде аға мен жеңгенің көздерінен ғана емес, жүректерінен де қуаныш жастары төгіле бастады. Бірақ ол дүние мүлк бір сәтте кенеліп қалғанына емес, бауырларының осыншалықты адамшылық қасиетке кенеліп өскенін көргеннен еді. Осы сәтте ағаның соңғы 20 жылда көрген бейнеттері көз алдына өте бастады. Інілері оқуға түскенде бір тиындап ақша жинағандары, солардың тамағы аш болмасын деп қалаға ет айран, сүт, құрт май жеткізіп тұрғаны кино секілді көз алдынан өтіп жатты. Дауысты дірілдеп отырып: «Айналайын бауырларым, мен сендер үшін еңбек еткенде ешкімнен де алғыс күткенім жоқ. Не істесем де шын ниетіммен, жан жүрегіммен жасадым. Енді бүгін төбем көкке екі ел жетпей отыр. Аллаға сансыз шүкір, менің мақсатым бүгін орындалған сияқты. Аман болыңдар бауырларым. Маған керегі сендердің амандықтарың ғана. Көп рахмет сендерге». Осы әңгіме айтылып жатқанда жеңгенің де, үш келіннің де ойларынан ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген мәтел өтіп жатты. Шынында да солай емес пе? Жер беті осындай бауырларға толса екен. 40 санның киесін Құраннан бастайық. 40 күнде бір тамшы ұрық су қанға айналады. 40 күннен кейін етке, тағы 40 күннен кейін сүйекке, одан 40 күннен кейін ет пен сүйекке жан бітеді. Және 40 күн өткен соң жан ет пен сүйекті адам пішінінен айналдырады. Содан 40 күн ішінде шақалаққа сезім мүшелері дамиды. Тағы 40 күнде бала толысады. Сонымен 280 күнде ол деген 40 апта 9 ай 9 күнде нәресте өмірге келеді. Қазақтың салты бойынша дүниеге келген нәрестенің 40 шығарып қалжа қыздың төркіні апарады. Себебі табиғи заңдылық бойынша нәрестенің сүйегі мен еті қосылады. Адам болды деген осы. Баланы 40 қасық суға шомылдырады және 40 тілеу тілейді. Ал мәйітті жерлегенде адам 40 қадам бейіттен кеткеннен кейін сұрақ жауап басталады. Адам барса келмеске кеткеннен кейін 40 өткізеді. Соның себебі еті мен сүйегі ажырайды. Бұл 40 санның киесі үлкен. Сол себептен 40 келген адам туған күнін тойламайды, садақа береді. Қазақтар кезінде киіз үй тіккенде үй арасы 40 қадам болған. Малды бордақылағанда жылқыны жемдегенде 40 күнге жеткізген. Келін түсіріп отағасының босағасын аттарды 40 аңның терісінің үстінен өткізеді. Қызға 40 үйден тыйым, 30 күн ойын, 40 күн тойын. 30-дан орда бұзған, 40-ында қыр бұзбайды. Расында да ата-бабаларымыз табиғатпен байланысып, әлемнің 40 сырын жақсы білген. Тылсым көзге көрінбейтін дүниенің жұмбағының шешімін ашып, ұрпаққа жалғастырып отырған салт дәстүрді
ұмытсақ ел болмаймыз. Бауырларымыз аман болсын.